Қайырлыдан қымбатты көрермендер, Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті жанынан ашылған Жансүгіров колледжі 300-дей студентті қабылдап, өз жұмысын бастап кетті. Қазіргі таңда колледждің жұмысы қандай, оқу уақыты қандай? Бұл сұрақтың жауабын бірге білейік, сондықтан экран алдынан алыстамаңыздар. Сағат тілі 8:30 болсын, жоғарғы оқу орындары мен сонымен қатар мектеп қабырғасындағы оқушылар өз сабақтарын бастап кетеді. Ал Жетісу мемлекеттік университеті жанында ашылған колледждің студенттері неліктен бұл мамандықта, неліктен бұл колледжде екенін бірге сұрап көрейік. Сәлеметсіздер ме, қыздар? Сәлеметсіз. Қай мамандықта оқисыңдар? Біз орыс тілі мамандығында оқимыз. Неліктен бұл мамандықты таңдадыңдар? Мен бала кезімнен балаларға тіл жөнінде сабақ бергенді армандағам. Сол себепті осы Жансүгіров колледжіне келіп түстім. Университет біліммен тең болғандықтан өте жақсы маман иелері пайда болады деген ойдамын. Және осы ойымды ары қарай жетілдіргім келеді. Мінекей қымбатты көрермендер, жай ғана отырған студенттердің өзі қалайынан жауап береді. Ал аудиторияда сабақ барысы қалай, уақыты қалай, оны бірге білейік, сондықтан экран алдынан алыстамаңыздар. Мен Жетісу Жансүгіров колледжінде туризм мамандығында оқимын. Себебі мен бұл мамандықты таңдаған себебім, бұл өзіміздің туризм мамандығын біз Жетісу мемлекеттік университетінде бакалавриат саласында жалғастыра аламыз. Және де бұл туризм саласын таңдаған себебім, мен елімізде қазіргі таңда туризм саласы өте жақсы дамып келе жатқандықтан, өзіміздің Алматы облысының туризм саласын жақсы дамытқым келеді. Және де біздің Жансүгіров колледжінде мен түскен себебім, бұл жақта білім деңгейі жақсы беріледі. Себебі біздегі ұстаздар Жетісу мемлекеттік университетінен шақыртылған білім докторлары және де дәрежесі жоғары ұстаздар сабақ береді. Жетісу мемлекеттік университетінің студенттері дүйсенбі жұма аралығында максималда 90 минуттан тұратын 4 пардан сабақ өтеді. 326 документ тапсырылды. Соның ішінде қазіргі таңда 302 бала қабылданды. Соның ішінде 200 студентіміз гранттық негізінде оқиды. 102 бала ақылы бөлімде. Енді сонда 302 баланы қабылдап отырсақ, студенттерді қабылдап отырсақ, тек қана 20 ғана документін алып отыруға. Осы колледжге келген балалар мақсаты, үміттері ақталды деп ойлаймын. Себебі осы бір дәлел, осы көрсеткіш. Сонымен қатар білімгерлердің сапалы, жан-жақты білім алуына бар жағдай жасалған. Арнайы дәрісхана, компьютерлік сынып, оқу залы жұмыс істейді. Ал алыс аудандардан келген балалар үшін жатақхана қарастырылғанда тілге тиек етті. Мінекей қымбатты көрермендер, Жансүгіров колледжінің жұмысы сонымен қатар тыныс-тіршілігі дәл осындай болды. Студенттердің де алға мақсаттары айқын, өнерлі, білімді. Ал бұндай мақсаттары айқын студенттерге басшылық тарапынан әрқашан қолдау болады. Шауқар Нұрмұхамбет, Ерлан Азанбай, Таңжарық бағдарламасы.